Кылып койган курсогунда аштыктын, үмүт алда, умуттана сактыкта, ошетекте кыз перзенти аркада, шаршаганы әлбіп баскан, жүрөсүңө байкала. Ашыккан төз тагылары, камап алды ананы, ашы болсын ананын жаңгыртады даланы, урпагынын жалгасын тыгып туруп артына, коркоолордун ортасына тастады кыз баланы. Шар эттиде өштү өнү сәбийдин, курбаны болуп кете барды мына зулмат фәнидин, аман калган улун ертип кетти ана асыга, карыз айтып сон заманга көз жасына. Улун алып кызын кыйган ананын сол шешими, деп билемиз ойран салган зулмат заман кесири. Атсаң ташап да сындыра алмайсың. Ондықтың ішінде буымызға да себеп болған жоқ. Тәубе дейміз, қазір көк туымыз желбіреп, аспанымызда желбіреп тұр. Мына ұлан ғайыр жерімізді де Лениннің алдында қорғап, әр өлкесін мына жерде қана хан болған деп зерттеп біздің Көп рахмет. Енді біздің Мен Қазақстан Моңғолия блогтарының атты кешімізге қатысып, колледж студенттеріне, кеш қонақтарына осыны қарап, кездесу болғанын есіңізге түсіріп бұл да тарих. 19 мамырда Түркістан облысында дүниеге келген ашаршылық заманымен ұстап саяси репрессия құрбандары елмен бір азаматтар еді. Олар ел үшін тер төгіп, еңбек етіп, жанын қиды. Халық жауы деп сыналғандар босатылды. Саяси репрессия